Әйелім екеуміздің арамызда жылулық қалмады. Достар, қазақша контентті қолдап, видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасым 40-қа жақындаған еркекпін. Астанаға Қостанай қаласынан келгеніме біраз жыл болды. Осыдан бірнеше жыл бұрын ойнап жүріп от басып, бір қыздың аяғын ауыр қылып үйлендім. Бірақ жүрегің қаламаған адаммен тұру өте қиын екен. Дегенмен балам үшін бәріне көндім. Біраз уақыттан соң отбасы болып тұру мүлдем қиынға соқты. Әйелім де сезінді ме, менің суық көңілімді жөнді-жөнсіз қызғанатынды шығарды. Үйде күнде ұрыс-керіс. Ақыры әйелім өзі барып ажырасуға арыз беріп, ажырасып тындық. Астанаға келген кезде жатақханадан сатып алған бір бөлмені әйелім мен балама тастап, анам мен қарындасым тұрып жатқан жалдамалы пәтерге көштім. Жұмысым мемлекеттік қызметкер. Алған табысымнан алимент төлеп тұрдым. Алғашында әйелім баламды көрсетпей біраз қинады. Уақыт өте берді. Жұмыс, карьера, шетелге іссапарға жиі баратын болдым. Қызметім де өсе берді. Бірақ мемлекеттік қызметте істегендіктен артық уақыт санаулы ғана еді. Сол сайт, агент арқылы қыз-келіншектермен танысып, анда-санда кездесіп тұрдым. Жалғыздықтан жалыға бастадым. Жұмыстан кеш келесің. Айналдырған бір бөлмеде анам мен қарындасым. Қарындасым да тұрмысқа шықпаған еді. Шынын айтсам, адам туғандарынан да жалығады екен-ау. Анаң тамағыңды дайындап, киіміңді жуып қасыңнан шықпайды. Тіпті туысқандарым анама ұрсатын. Балапандарыңды қанатыңның астына баспай ұшыр деп. Расымен, 40-тың 40-сына жақындаған жігіт пен қыз бір үйде тұру оңай емес. Кәрі қыздың өзіндік талаптары бар, ал мені анам жалғыз ұлым деп жақтап, сол үшін де қарындасыммен қырқысып қалатынбыз. Солай жүріп, сайт арқылы танысып жүргенде, бір күні өзімнен 2 жас үлкендігі бар шымкенттік күйеуінен ажырасқан келіншекпен таныстым. Сөйлесе келе екеуміз жақын танысып, араласып кеттік. Ол өзінің 2 бөлмелі пәтерінде жалғыз тұратынын, бір үлкен фирмада бас есепші болып қызмет атқаратын келіншектің қаржы жағынан еш қиындығы болмады. Баласы Шымкентте ата-анасының қолында екен. Менің де балаға еш қарсылығым болмады. Түрі де сүйкімді, мінезі де бірбеткей, өзіне нық сенімді келіншек екен. Менің де түрім біреуден қарыз сұрай қоятындай емес. Достарым түрік әртістеріне ұқсайсың деп әзілдейтін. Сонымен келіншекті ұнаттым. Ол да мені ұнатып, екеуміз некеге отырып бірге тұруды шештік. Анам да бақытың осы болса деп батасын беріп, еш қарсылық танытпады. Басында барлығы керемет еді. Мен де кезегім келіп өзіме тиесілі пәтерге қол жеткіздім. Ол пәтерді жалға беріп қойдық. Ақша жағынан еш қысылмадық. Қарындасым да өз машинасын сатып несиеге пәтер алды. Анам да мемлекеттік бағдарламамен пәтер алды. Бұрынғыдай емес. Бірінші әйелім баламды көрсетіп, тіпті анаммен бірге Павлодарда тұратын туыстарыма барып келіп жүрді. Бірінші әйеліммен ара қатынасымыз шетелдердікіндей емін-еркін реттелді. Оның өз өмірі, менің өз өмірім бар еді. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші, екінші әйеліммен ара қатынасымыз суып бара жатқандай болды. Ол менің балам туралы естігісі де, білгісі де келмеді. Бала туралы сөз болса, үйде айқай-шу басталатын. Ал менің туған балам болғандықтан мен қалай көрмей, көмектеспеймін. Әйелім екеуміз бір төсекте жатқанымызбен ешқандай жылулық қалмай бара жатты. Тіпті тамақты да бірге отырып ішпейтіндей болдық. Әркім өзімен өзі қайда барады, қашан келеді өзі біледі. Тек бірге тұратын адамдар болып бара жаттық. Ортақ жоспар, ортақ бюджет деген мүлдем жоқ. Жұмыстан соң үйге асықпақ тұрмақ барғым келмейтін жағдайға жеттім. Күндер өте берді. Әйелім де тік бір кеткей мінезі болғандықтан ер адамға төмен түсу сыйлау дегеннен жұрдай адам еді. Кейіннен білдім. Бірінші күйеуіне баласын көрсетпей, тіпті өз тегіне жаздырып алғанын.
Бір күні мен шетелге іссапарға кеттім. 10 күннен соң келсем, анам ауруханаға түсіпті. Үйдегі келіні бір ретте барып қалын сұрап, тіпті телефон да шалмаған. Көңілім қатты қалды. Анамның үйіне кетіп қалдым. Біраз уақыт анамның үйінде тұрып жаттым. Бәрі реттелер деп уақыт өте берді. Ақылға келерміз, сағынармыз деп. Бір күні әйелімнен SMS хабарлама келді. Киімдеріңді лақтырып жібердім, енді келме деген. Мен де бармадым, қайтып. Қазір анаммен бірге тұрып жатырмын. Әлде нағыз махаббаттың келмегені ме? Махаббат болмаса, екі жарты бір бүтін болып тұру да қиын екен. Басында бәрі жақсы сияқты еді. Осылайша 2 рет үйленіп ажырасқан жігіт болып, өзімнің өмірлік серігімді әлі кездестіре алмай келемін. Бірінші әйеліме де, екінші әйеліме де барғым келмейді. Достар, сіздер осы әңгімеден қандай ой түйдіңіздер? Өз ойларыңызды пікір бөліміне қалдырыңыздар. Қазақша контент қолдап, менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.